Биыл Ақиқат журналының 90 жылдығы бүтіндей қазақ баспасөзінің тағдыр талайы, тарихы десек артық айтқандық емес. Баспасөздің көш бастаушысының бірі, әділдікті пір тұтып, шындыққа ғана жүгінген оқырманның әрі ақылшысы, әрі қамқоршысы, тілектесі мен ниеттесі болған басылым. Тарихы 1921 жылдан бастап алған бұрынғы Қызыл Қазақстан, Қазақстан большевигі, ауыл коммунисті, коммунист, Қазақстан коммунисті журналында қызмет атқарған, редакция алқасының мүшесі болған және қазір жұмыс істеп жүрген журналистердің жалпы саны 356. Әрқайсының орны бір төбе. Ақиқатты зиялылар журналы дейді. Ташкентте Ақжол газеті, Орынбор қаласында Еңбекшілі Қазақ газеті мен Қызыл Қазақстан журналы жарық көрді. Қызыл Қазақстан журналының сарғайған парақтары бүгінгі Ақиқат журналының басылым шежіресіне айналып отыр. 1921 жылы 15 қыркүйектен бастап Қазақ облыстық комитеті Қызыл Қазақстан журналын айына 2 рет шығара бастады. Редакторы болып белгілі қоғам қайраткері Абдулла Асылбеков сайланды. Журнал Компартияның қаулы қарарлары мен шешімдерін, үкіметтің қабылдаған жоспарларының маңызын насихаттап, кеңестік идеологияның мақалаларын жазуға тиісті болды. Қазақ баспасөзінің тарихының сара зерттеушісі Қайыржан Бекхожин айтқандай, журнал кеңес үкіметінің нағыз халықтық үкімет екендігін түсіндірді. Қызыл Қазақстан айқаптан кейінгі қазақтың маңдайына біткен екінші журнал болуымен құнды. Төл баспасөзіміздің қарлығашы айқап сияқты Қызыл Қазақстан қалың бұқараның ой санасының өсіп, кемелденуіне қанатымен су септі. Өкіметті насихаттағанын былай қоя тұрғанда, ол халықты жаһандық мәдениетке үндеді. Публицистері қазақ қоғамының оқу білімге шақырды. Сауатсыздықпен күресу науқанында насихаттаушы бірден-бір ақпарат құралы болып, журналдың саясат, оқу білім секілді бөлімдері оқу білім мәселелеріне қатысты партия ұйымдарының жүргізіп отырған іс-шаралары жөнінде мақалалар жариялап тұрды. Журнал ұлттық мәдениетке, әдебиетке аса назар аударды. Басылым беттерінде 1923-1924 жылдары Сәкен Сейфуллиннің тар жол тайғақ кешулерінен үзінділер, Айша, қыр балалары, Қашқанның ауылы, сырым білмей атыңа сенбе секілді көркем шығармалылар да жарық көрді. Ақиқат журналына биыл 90 жыл толып отыр, яғни Қызыл Қазақстан журналына торқалы 90 жыл. Осы жылдар ішінде журналдың халықтың қоғамдық өміріне үлкен үлес қосып келеді. Басылымда публицистердің құнды еңбектері мол. Бүгінгі жаңалық ертеңгі тарих дегенде, бүгінгі жаңалықтарды моншақтай тізе беріп, бір ғасырдың шежіресін жасаған журналдың публицистикамызда орны аса зор. Одан кейін Камал аға болды. Иманжанов ағамыз істеген кезде сол кісілердің өтініші бойында 1,5 мақалада жазып, менің көзіне халықаралық тақырыпқа айналысатын едім ғой. Сол жазып жүрген журнал енді ол ежелден шығып келе жатқан және республикада беделі мықты орталық партия комитетінің органы болып есептеліп, басқа да жігіттер істеді ғой. Сол Ақиқат журналы Ақиқат журналы ол енді біз баяғы Қазақстан коммунист кезінен білетін журнал ғой. Кезінде Құрекең ұзақ жылдар бас редактор болғанда сол қатысып ылғида журналға қатыспасақ та сол өзіміздің мамандығымыз бойынша пікір алысып тұратын кезіміз болатын. Бас журнал болып есептеледі ғой. 2000 жылдың аяғында желтоқсан айы ғой деймін, сонда бардым. Содан сол 2003-тің басында жаңа жылдан кейін тапсырдым ғой. Осы 2 жыл енді толық істегенімді. Сосын мынау өзі бір әдептің, қазақ әдептің нәрсесі бар. Мен барғанда, мысалы, ол журналдың номері 12-ші номері дайым болған. Соған жігіттер осыған қол қойыңыз, сіздің жоқ ет болады. Енді біреулер
жігіттер дайындаған, оған мен қалай қол қоямын? Сол жаңа жылдан бастап та қол қойсам да жетеді ғой, ештеңе деп сөйткенмін. Сосын мен журналға барғанда қарап алдында 1-2 күн қарап шықтым. Мені өзімен журналистикада ұстанатын принципім 3 нәрсе. Сол алдыменен тіл, одан кейін материалдың композициясы, сосын материалдың жазылған материалдың, дайындалған материалдың логикалық байланыстылығы деген 3 принципті ұстанам. Композиция мәселесінде де материалды өзі жазғанда мынау неде архитектура деп айтады әдебиетте, орыс әдебиетінде. Осы композицияны жасағанда соның әр нәрсенің орны. Логика дегендегі мынау бір сөйлем жазсаң, екінші сөйлем соны дамытып тұру керек. Кеңейтіп, соған жаңағы ананы жалғасы болып табылғанмен, соны ары қарай ұштай түсуге, соны пікірді айқын жеткізе беруге тырысу. Тіпті абзац пен абзац, бір абзацың жазып, екінші абзаца айдалаға кетіп қалсаң, тағы да білмейді. Абзац пен абзац, ол жаңағы ойды келесі абзац, алдыңғы абзацтағы ойды өрістететін болу керек. Осы жағынан, сондықтан осы журналда осы мәселені негізгі жігіттерге айтып, негізгі мәселе материалдың сапалы дайындалу деген мәселеге осы 3 түректі негізгі ұстаным етіп ұстану керек деген мәселе болды. Соған тырыс кейбір материалдарды тіпті сол өзі жігіттердің өз өтініші бойынша жазылған материалдардың міне осы тұрғыдан 3 принцип тұрғысынан тіпті қайта жазуға да тура келген жағдай болды. Ал енді бірақ жалғыз оған емес қой, бізде жетістік республикада Құдай мақтанған адамға жетеді. Талай жетістік бар. Тіпті саралап айтып беруге болады. Бірақ біздің қоғамда кемшілік деген шаш етектен. Міне осы мәселені көтеру мәселесі, әлеуметтік мәселеде, басқа да жағдайда осы мәселе көңіл аударуға тура келді. Анау Шәкен Өзбековтың, Сапабек Әсіптің, тағы басқа авторлардың материалдары, Тоқтасын Беркінбаевтың, ол материалдар қаншалықты өткір болғанмен, қанша мына мәселені бізде түсінбейтін бір мәселе бар. Қанша сын айтылғанмен, кейде тіпті ашыда айтылғанмен, ол жаулық емес. Ол сол қоғамдағы кемшіліктерді түзетуге титтей болса жәрдем беру мақсатымен жасалады. Міне осы принципті ұстанып жұмыс істеуге тура келді. Ол ақиқаттың бар жұмысы осы істелген. 1921 жылғы қыркүйек айында алғашқы нөмірі шыққан бұл басылым Қызыл Қазақстан деген атпен міне бүгінде өзі 90 белесті. Бұл басылым жолымен елдің тарихымен бірге жасасып келе жатқан басылым дейміз. Бүтіндей қазақ журналистикасының үлкен Қазіргі таңда Ақиқат журналы қоғам дамуының маңызды тұстары, соның ішінде саясат, тарих, философия, экономика, мәдениет және филология салаларындағы өзекті мәселелерді уақытылы көтеріп келеді. Қазақ елінің болашағы жарқын болсын, өз елінің көзі, құлағы һәм тілі болған Ақиқаттың өш шыққан биігінен аласармай, заңғар биікке самғай бергенін тілейді.